Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі дастарханыңыздың көркін ашатын фунчоза салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен қиярымызды ұзынша етіп, барлығын турап шығатын боламыз. Бізге қажетті заттардың барлығын алдын ала аршып, турап дайындап алатын боламыз. Қиярымызды турап болғаннан кейін ыдысымызға осылай салып қоятын боламыз. Барлығын ретімен осылай турап алатын боламыз. Енді етімізді де осылай ұзынша етіп барлығын турап шығатын боламыз. Қыздар, менің каналымда шығып отыратын жаңа рецептерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Етімізді турап болғаннан кейін енді сәбізді осылай үккіштен өткіземіз. Ұзынша етіп өткізсеңіздер, салатымыз өте әдемі болып көрінеді. Енді чеснокты да дәл осылай ұзынша етіп, барлығын турап шығатын боламыз. Сарымсақты да дәл осылай турап алатын боламыз. Біз осы кезде табамызға май құйып, алдын ала қыздырамыз. Қызғаннан кейін үстіне етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Енді үстіне сарымсақты салып, оны да жақсылап қызарғанша қуырамыз. Үстінен аз ғана етіміз қуырылғанша су құйып, бетін жауып қалдыратын боламыз. Енді үстінен чеснокты салып, оны да жақсылап араластырып, аз қуырып аламыз. Үстінен бір ас қасық соевый соус қосып, жақсылап араластырамыз. Енді сәбізді және де бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып қалдыратын боламыз. Енді фунчозамызды дайындайтын боламыз. Үлкенірек ыдысымызға фунчозаны салып, үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып, 10 немесе 15 минутқа қалдыратын боламыз. Енді дайын болған салатымызға қиярымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Фунчозамыз дайын болғаннан кейін суық суға бір араластырып алып, салатымыздың барлығын араластырамыз. Біздің фунчозамыз дайын, міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жансая.